Жалпы бүгінгі көрме ұлттық өнім деген көрмесі бізде даму ұйыммен бірге Нұр-Сұлтан қаласында атсалысып қызмет жасап жатыр. Бұл жерде бұл көрмеде 350-ден астам тауар өндірушілер бар. Жалпы енді елімізде тауар өндіруге, ұлттық тауар өндіруге үлкен көңіл бөлініп жатыр. Көптеген мемлекеттік қолдау инструменттері бар. Соның ішінде Нұр-Сұлтан қаласы осы 350-дің кәсіпкерлердің арасында 45-ке жуық кәсіпкерлер Нұр-Сұлтан қаласынан болып табылады. Енді әртүрлі салалар бойынша осында біздің кәсіпкерлеріміз өздерінің тауарларын ұсынып отыр. Нұр-Сұлтан қаласы кіші және орта бизнесті дамыту саласында алдыңғы қатарлы қалалардың бірі. Өздеріңіз білетіндей, қаламызда Астана Инвест деген ұйым бар. Сол Астана Инвест ұйымы арқылы бизнестерді басынан бастап соңына дейін толыққанды тегін түрде қызмет жасап, қолдау көрсетеміз. Бүгін мінекей отандық өнімдер көрмесіне қатысудамыз. Бұл біздің өнімдер, мұнда қолөнер бұйымдарын алып келдік, яғни өзіміздің отбасылық бесаспап қолөнер орталығының бұйымдарын. Осы өнерді дәріптеп 25 жылдан бері тек қана қазақ елінде емес, әлемге танытып жүрміз.